мысалы нағашы апаммен анаммен былай сөйлеспегенін мен негізі еститінмін, бірақ та оның қандай маңыздылы екенін мен түсінген жоқпын. Осы туралы айтып кетсек. Сұрағыңызға мен мына бір тұстан бастайын. Біздің трансгенерациялық травма деп отырғанымыз, ол ғылымда солай аталады, немесе интергенерациялық травма деп аталады. Қазақша айтқанда ұрпақаралық травма, яғни ата әжемізден, арғы тегімізден бізге берілген генетика арқылы болсын, тәлім тәрбие, сөз арқылы болсын, әйтеуір келген біздің белгілі бір мінезіміз, құлқымыз өзімізге тамырымызға бойлаймыз, өзіміздің тарихымызды, жалпы тарих, яғни тарихқа басқаша жаңа көзқараспен, өз әңгімелерімізді, отбасы тарихын зерттейміз деп, біздің қоғамға кішігірім де болса үлесіміз болсын деп, солай кез келген бір оқиға бұл өмірде болған, ол жай болып кетпейді. Мысалы, біздің де жақын өткен шағымызда болып жатқан оқиғалардың өзі ол өтіп кеткен секілді болып көрінеді, бірақ дегенмен бізде қалады ол белгілі бір эмоциялармен. Сәлеметсіздер ме, біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Бүгін подкастты жүргізетін мен Арал Моралбек, және де бүгінгі подкастымыздың құрметті қонағы Назарбаев университетінің тарих және халықаралық қатынастар бакалавриат түлегі және қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламасының магистр түлегі және терек история жобасының жетекшісі Гүлназ Туленова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе, Арайлым? Алғашқы сұрақ осы: Назарбаев университеті сізге қандай кәсіби және жеке мүмкіндіктер берді? Осы қандай оқытушылар немесе зерттеу жобалары сізді ерекше шабыттандырды? Күшті сұрақ. Негізі Назарбаев университеті жайында әркім әртүрлі пікірде ойда болуы мүмкін, бірақ дегенмен мен 12-ші сынып бітіргенде Назарбаев зияткерлік мектебін Тараз қаласында менің алдымда таңдау болған. Мемлекеттік университеттерге ары қарай медицина қууыма жоқ әлде осы Назарбаев университетіне тапсырамын ба деп. Мен оны бір жыл бұрын 11-ші класста шешіп қойғам, мен Назарбаев университетіне түсемін деп. Онда кім болып шығасың, қай мамандықты аласың десе, мен ата-анама жауабым былай болған: мен білмеймін кім болып шығамын, бірақ мен осы университетке түсемін деген. Яғни мен университетті таңдадым. Мен ол университетті өте қатты түспей жатып армандағам. 3D веб-сайтына кіріп 3D-сын қарап, визуализация жасап армандап түскен университетім. Телефонымда да суреттер тұратын, ноутбугымда, бәрінде артында. Университетке оқуға түскен кезде әрине өзінің керемет жақтары да болды, және челлендждер да болды, қиын тұстары да. Ол қиын тұстар көбінесе оқуға қатысты болды. Бізде оқу ағылшын тілінде. Енді Назарбаев зияткерлік мектебін бітірген күннің өзінде ағылшыным бір өте керемет деңгейде болмады. Біраз уақыт қиналыңқырадым, профессорларымызбен сөйлесу барысында, себебі ол кісілердің әрқайсысы өздерінің ғылыми жұмыстары бар кісілер. Мені әсіресе күшті шабыттандырған, өзім жұмыс жасаған кісі ол профессор Дэниел Бибен болды. Ол көбіне осы Бадахшан өңірлерін, ислам дінінің әсерін солар зерттеді. Одан кейін маған зерттеулерде жалпы жеке курстар болған бізде, directed studies деген. Сол бойынша Кертис Мөрфи деген профессор өте көп әсер етті. Ол кісі бірақ көбінесе шығыс Европаны зерттейді. Польша, осы Прага, жалпы Чехия елдерін, сол кезеңдерді, коммунизм кезеңдерін зерттейтін ғалым, бірақ дегенмен бұл тарих өзі негізі географиялық жағынан өздерінің бір зерттеу жерлері шектелген болғанымен, уақыт, география бойынша әр профессор негізі өзінше бір ерекше тұлғалар болды. Сондай-ақ мен Кэрри Шенктің Коронанет деген бір зерттеу жобасында да, осы профессордың зерттеу жобасында зерттеуде болғамын бір семестр. Яғни айта берсем, мен өте көп профессорды айтып кете алам. Сонау бірінші курсымнан бастап, бірақ дәл осы 3 профессор үлкен маған үлес қосты. Олардың үшеуі де сол әлеуметтік ғылымдар, яғни тарих, халықаралық қатынастар бойынша білікті мамандар, әлі күнге дейін жұмыс жасайды, қателеспесем. Кэрри Шенк профессор білмеймін енді, бірақ Дэниел Бибен және Кертис Мөрфимен біз әлі қарым-қатынастамыз. Маған әрдайым рекомендательный письмо, бәрін жазып тұрады. Осы келесі сұрақ, осы терек история жобасы бойынша мен жазда осы интерншипқа қатыстым. Мен үшін бұл өте қызықты тәжірибе болды. Маған шынымен де ұнады. Мысалы, нағашы апаммен анаммен былай сөйлеспегенім негізі еститінмін, бірақ та оның қандай маңыздылы екенін мен түсінген жоқпын. Осы туралы айтып кетсек, осы трансгенерациялық травмалар дегеніміз не?
бұл түсінік қайдан қалай пайда болған, біздің осы Қазақстанның тарихи тұлғалары мен оқиғалары қазіргі ұлттық бірегейліктің қалыптасуына қалай әсер етті деп ойлайсыз? Сұрағыңызға мен мына бір тұстан бастайын. Біздің трансгенерациялық травма деп отырғанымыз, ол ғылымда солай аталады, немесе интергенерациялық травма деп аталады. Қазақша айтқанда ұрпақаралық травма, яғни ата әжемізден, яғни арғы тегімізден бізге берілген генетика арқылы болсын, тәлім тәрбие, сөз арқылы болсын, әйтеуір келген біздің белгілі бір мінезіміз, құлқымыз, соны айтады. Ал Терек Story жобасы бізде 1,5 жылдан бастап болды. Жұмыс жасап жатқанына байыппен, баппен әйтеуір келе жатырмыз. Әлеуметтік жоба мақсаты ата әжелердің отбасы тарихын зерттеп, ата әжелерден сұхбат алып, соны әлеуметтік желіде шығару. Қазіргі таңда 45-тен астам әңгіме шықты. Асты одан 45-тен асты, 47-48 болды. О баста негізі шын айтқанда Терек Story жобасында біз трансгенерациялық травманы зерттейміз деп ашпағанбыз. Пилоттық кезеңінде біз сол өзіміздің терек ағашы секілді елестетсек, өзімізді тамырымызға бойлаймыз, өзіміздің тарихымызды жалқы тарих, яғни тарихқа басқаша жаңа көзқараспен өз әңгімелерімізді, отбасы тарихын зерттейміз деп, біздің қоғамға кішігірім де болса үлесіміз болсын деп, солай Ауыл Inspired жобасы, Іңкәр, Бақыт Нұр деген, Policy Solutions деген жобалар бірігіп, осы бір кішігірім инициативамыз бастағанбыз. Кейін уақыт өте келе, кішкене команда өзгеріп, оның үстіне басы қасында мен қалғаннан кейін, дәл сол уақыттарды өзі мен өзіңіз бағана айтып кеттіңіз, тарих және де менің магистратурам қоғамдық денсаулық сақтау. Мен біраз осы бойынша оқып, кітаптар, зерттеулер оқып жүріп, өзімді осы ұрпақаралық жарақат тақырыбынан таптым. Ал енді ол менің ішімде болған осознание, былайша айтқанда инсайт, ол қанша дегенмен мен жасап жатқан жұмыстарға әсер етеді ғой. Содан Терек Story жобасы жайлап осы ұрпақаралық жарақат тақырыбына келе бастады. Интерншипта да сізге де айттым. Сіз келген кезде мен негізі шынымды айтайын қуанышты болдым. Бізде 4 адам болды ғой, содан сіз өте белсенділердің бірі болдыңыз. 3 әңгіме бізге ұсынған. Көп рахмет. Сол бізде кішігірім 1-2 басында лекция сияқты дискуссия болып, талқылап, жалпы не істейміз осы интерншипта деген кезде айтқан болатын. Бірінші сіздің өзіңіздің ішкі ниетіңіз болсын, запросыңыз болсын деп. Және сұхбатты өз туыстарыңыздан бастаңыз, көршіңізден бастаңыз, ата әжеңізден бастаңыз. Ол кісілердің көзі тірі болса, анаңыздан бастаңыз, әкеңізден бастадыңыз дегеніңіздей. Себебі біз күнделікті өмірде осы кісілермен әңгімелессек те бір шынайы, риясы жүрекке, түбімізге түсіп, ондай әңгімелесе алмаймыз ғой. Айтады ғой, жанындағы адамның биіктігін байқамайсың деп. Яғни ол кісілермен бұндай әңгімелесу жүрмейді көп жағдайда. Сол сізге өзіңіздің ниетіңіз болсын деп біраз сұрақтардың тізімін құрастырдық. Өзіңіз айтып тұрсыз, анаңызбен, әжеңізбен сөйлескен кезде мұндай сөйлесу болмаған, оларды жаңа қырынан таным деп. Мақсат та сол. Осылай келген кезде сізге де бір шабыт беру, өз жаныңызда жүрген анаңызды басқа қырынан тану деген секілді. Біз болашақта әрмен қарай дәл осы секілді әңгімелерді жалғастырып, жинап, оны түрлі форматта ұсыну ойымызда бар. Тек қана long read, үлкен тексттер ғана емес, бәлкім reels форматын көреміз, кішігірім подкаст форматын жалғастыратын шығарымыз, бізде подкасттар бар, воркшоптарымызды бәлкім жалғастырамыз. Дәл солай, соңында үлкен біз онлайн архив жасағымыз келеді. Сіз секілді мектеп оқушылары немесе университетте оқитын тарих, әлеуметтанушы, антрополог болсын, журналистеріміз бәлкім болашақта өздерінің жұмыстарына қолдана алса екен. Яғни тарихқа біз өз отбасы тарихымызды, макро тарих, яғни өз тарихымыз арқылы үлкен елдің тарихын көре алсақ екен. Мен соған келгім келеді түбінде. Рахмет. Осы басқа елдерде осындай травмалар бар ма екен? Қандай мысалдарды зерттедіңіз? Осы Қазақстанға қандай халықаралық тәжірибені енгізуге болады? Бұл шынымен де мысалы ашаршылық болды, сондай тарихи оқиғаларды біз бастан кешіргенбіз, мың өліп мың тірілген қазақ дейді ғой. Осылар бізге қалай әсер етті? Қалай соны көруге болады біздің қазіргі тұлғалығымызда? Енді бағана айтқандай, ұрпақаралық жарақат немесе ұрпақаралық травма ол қанша дегенмен
кез келген елдің бойында бар. Біздің тарих, Қазақстан тарихын алатын болсақ, біздегі сол ашаршылық, геноцид, одан кейінгі желтоқсан оқиғасы болсын, тәуелсіздіктің алуы, мысалы, кез келген бір оқиға бұл өмірде болған. Ол жай болып кетпейді. Мысалы, біздің де жақын өткен шағымызда болып жатқан оқиғалардың өзі ол өтіп кеткен секілді болып көрінеді, бірақ дегенмен бізде қалады ғой белгілі бір эмоциялармен. Сол ұрпақаралық жарақат соны зерттейді. Өзіңіз дұрыс айттыңыз, шынымен ашаршылық болсын, тағы да басқа біздің еліміздің басынан өткен, халқымыздың басынан өткен оқиғалар үлкен біздің өзімізді ұстауымызда, сөйлеуімізде, қоғамда көрсетуімізге, немесе басымыз жастыққа қойған кезде түрлі ойлар келеді ғой, сол ойларымызға да әсер етіп жатады. Дәл осындай ауыр тағдыры бар халықтар көп. Енді мен кейбіреуін атап өтейін. Әзірге мен өзім зерттеу жасап барып, мысалы, сұхбат алып жүрмін, бірақ дегенмен бұл жоба аясында өзімнің зерттеушілік жолым, яғни бұл ешқандай бір үлкен грант болып, немесе бір үлкен дүние болып жүзеге асып жатқан жоқ. Афроамерикандықтарда көп осындай травма бар, оларда құлдық, мысалы, құлдық сана деген пікір әлі күнге дейін сол кісілерден келген, мысалы. Одан кейін еврей халқы, Голодомор, яғни, Голодомор деп қойған, Холокост оқиғасы, соны үлкен зерттеп, шын айтқанда осы екі халық деп айтайын, енді афроамерикандықтарды бір халыққа біріктіре салайын, өте үлкен зерттеу жасап, өздерінің тарихында өз шындықтарын айтуға көп еңбек етіп жүрген адамдар деп айта аламын. Ол бұрыннан басталған, әлі күнге дейін бірден осы трансгенерациялық травма деп зерттесеңіз, сол кісілердің еңбектері шығады. Мен әзірге көп қазақ азаматтарының еңбектерін көрмедім, бірақ әріптестерім айтты, тарихшы әріптестер, мына кісінікін оқып көр, мына шығармадан оқып көр, бар деп. Енді мен ойлаймын, бұл мен бастамамның бас жағындамын, бұйырса ол кісілерді оқып айта аламын. Рахмет. Сіз енді Қазақстан тарихынан мұғалімсіз, ұстазсыз. Осы туралы сұрағым келіп тұр. Риверия International School мектебінде сабақ беру тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Мысалы, Қазақстан тарихы бізге айтатын, андай жалғыз бір туыс сияқты аптасына бір-ақ рет болады деп солай. Осындай бізге осы әдістемені жақсарту үшін қандай өзгерістер қажет деп ойлайсыз? Күшті сұрақ. Енді бұл сұрағыңызға қысқа да нұсқа жауап бере аламын ба екен? Негізі мен тарих пән мұғалімі боламын деп ұйықтасам түсіме кірмепті негізі. Дегенмен менің әке-шешем, анам мектепте мұғалім, әкем университетте мұғалім дегендей, қанымда бар мұғалім болу, бірақ мүлде ойымда болмаған. Содан мен мұғалімдік қызметке алындым. Өзім тапсырып, өзім интервью бәрінен өтіп, демо сабағымды беріп. Енді мен өзім мынандай нәрсені жақсы көремін. Кез келген нәрсені бастардың алдында, істердің алдында, жоспарлағанда бір мән беру, соған бір ниет қою деген секілді. Осылай болса екен деген секілді. Сол кезде менің осы тарих пәніне мұғалім болып алынып жатқан кезде ниетім мынау болған. Қазақстан тарихын концептуалды, өте қай сөзді қолдансам екен, шынайылық десем, ол да қате сөз ойын деп тұр. Концептуалды, әркім өзінің ойын жеткізе алатындай, сондай қылып үйретсем екен деп. Себебі мұғалімнің рөлі үлкен ғой, Қазақстан тарихын пән ретінде жақсы көруге, немесе жек көруге. Мен біраз адамнан естіп жатамын, әсіресе таксистерден. Сіз Қазақстан тарихынан бересіз бе? Онда жылдарды жаттатқызатын шығарсыз, мынаны айтатын шығарсыз. Мына жыл не болды, мен сізді тексерейінші дейді. Мысалы, осындай сұрақтар болған таксист кісілерден. Мен бір кезде өзім ойлап отырмын, бәлкім бұл кісі осылай мен сынағысы келіп отқан себебі кезінде өзінің мұғалімі дәл солай сынаған болар, қинаған болар деп. Мен өзімнің оқиғамда Қазақстан тарихынан беретін мұғалімдерім өте күшті кісілер болған. Сондықтан да болар, сол кісілердің бір-екі әдістерін, немесе өзімнің де профессорларының әдісін соны қолдануға тырысам. Біздің Қазақстан тарихын, үлкен тарих бар ғой, әлемдік тарих бар. Соған кішкене болса сәйкестендіргім келеді. Себебі орта мектеп жалпы жүйе бойынша бізде былай 5-6 сыныптарда
бесте сол бір ежелгі Қазақстан тарихы дейміз да, тас дәуірі, солардың бәрін өтеміз. Қола, темір дәуірі, сосын сақтарға келеміз, ғұндарға келеміз. Сосын 6-шы сыныптарда түрік қағанаты дейміз, одан кейін Моңғол империясы, Қазақ хандығы дейміз да, ары қарай 7-8-ден бастап соған кіріп кетеміз Қазақстан тарихына. Көп жағдайда не бойынша, мемлекеттік жүйе бойынша бізде дүниежүзі тарихы деген пән бар ғой. Ол кішкене ауқымдырақ, және ол алыстай беретін секілді болып көрінеді. 7, 8, 9. Бұл енді мен жеке пікірім. Содан балаларда кішкене Қазақстан тарихына деген жек көрініш пайда болатын секілді. Кейбіреу солай айтып жатыр, неге дүниежүзі тарихы бізде бір-ақ рет, ал Қазақстан тарихы 2 рет. Себебі әсіресе 8-9 сыныптағы балалар айтады, оқушылар айтады. Неге десе, сол кезде олар біз детальға кіре бастаймыз ғой. Өте интенсивті болып жатқан өзіміздің тарихымызда оқы, Алашорда, соларды зерттеп дегендей кішкене оқушыларда неге ана жақта қызығырақ, мына пән қызық емес деген секілді бір диссонанс пайда бола бастайды. Біз енді Ривьера мектебі IB кандидат мектеп болғандықтан бізде жоспар бойынша біз мемлекеттік жүйені де, сол жақтағы пән сабақтарды бізге берілген жоспарды орындаймыз, және IB бойынша соны біз концепцияларға сәйкестендіруіміз керек. Яғни екі жүйені тігуіміз керек қой, бір-біріне үйлендіріп солай беруіміз керек сабақты. Барынша тырысамыз, бірақ дегенмен кішкене бар оқушылар арасында Қазақстан тарихына деген, әсіресе жоғары сыныптарда маған керек емес бұл, мен өткенім, зачем маған өткенім деген секілді, маған болашақ керек, өткенмен өмір сүрмейміз ғой деген секілді кей оқушыларда бар. Бірақ төменгі сыныптарда ондай жоқ. Мен өзім 5, 6 және 10 сыныптарға берем. 5 пен 6 Қазақстан тарихын сүйіп оқиды. Енді бәлкім оларда жаңа пән болғаннан шығар. Мен енді бар жоғы 1 жылдан астам енді ғана тәжірибем бар болып тұр. Бір үлкен былай болу керек, былай жасауымыз керек деп ондай нақты етіп сөйлеп бір айтқым келіп тұрған жоқ. Себебі мен бәлкім көп нәрсені көріп тұрған жоқ шығармын. Дегенмен меніңше Қазақстан тарихына біз көбінесе неге олай болды, қалай болды деген сұрақтарға жауап беретін әдісті қолдануымыз керек. Осы жылы осылай болды деп ондай фактіге жүйелендірмей, мысалы тапсырма берген кезде де оқушыларға көбінесе мына жылы не болды деп емес, қалай болды. Немесе менің өз сүйікті тапсырмаларымның бірі бар, бірнеше жерде айтып жүремін соны. Мен мысалы балаларға коктейль жасатқыздырамын. Ол қалай десеңіз, енді коктейль шынайы өмірде былай коктейль жасамаймыз. Кез келген тақырыпқа келтіруге болады, бірақ мен оны әдетте 7-ші сыныппен жасағам. Колониализм тақырыбына әкелдім. Тапсырма мынандай болды. Сіз өзіңізді бариста немесе барманмын деп ойлаңыз. Сізге бір авторлық жеке бір коктейль жасау керек. Ол авторлық коктейльдің аты колониализм деп аталады. Және де соның ішіне қосатын ингредиенттеріңіздің бәрі біздің өткен тақырыпқа сәйкестеніп тұру керек. Деп осындай тапсырма бергеніңізде балалардың біразы өте қатты қуанып, жандары кіріп тұрып жасады. Мысалы, бір бала мен мұз ретінде қазақтың батырларын аламын деп жазып қойған. Себебі оны мен коктейльге қосқан кезде ол сұйықтықта біраз уақыт салқын температура беріп өзгертеді, бірақ дегенмен ол біраз уақыттан еріп кетеді деген секілді. Дәл солай қазақ батырлары секілді. Мысалы, Есет батыр, Жоламан батыр, Жанқожа батыр деген секілді. Олар да тырысты, мысалы, ұлт-азаттық соғыстар жасап, берілмей қазақ хандығын сақтап қалғысы келді, бірақ дегенмен ол кісілерді соңында енді Ресей империясын кірдік қой бөлшегі бұл. Дегенмен аяғында олар көп өзгеріс жасай алмады. Бірақ сұйықтықтың температурасын өзгертті, салқындатты деп. Осындай бір өздерінің абстрактылы, креативті, сыни сондай ойларын, пікірлерін берген. Және де коктейльдің түсін таңдаған кезде де мен мынандай түс таңдаймын, себебі бұл қанды қырғын осындай соғыста әкелді, қаншама қазақ қырылды деген секілді жауаптар береді. Иә, және ол баланың есінде де көбірек қалады деп ойлаймын.
жазғаннан гөрі мысалы осылай сурет арқылы, макет жасау арқылы, тағы да басқа, оның артына конечно қосымша не алып отырамыз біз, білімін тексеріп отыратын, бірақ дегенмен осындай қолданбалы жүйелерді қолдансақ, меніңше баланың миында тарих, сол бір оқиға, тарихи оқиға ұзағырақ және иә өте дұрыс сақталады миында деген өзім пікірдемін. Жауабыңызға рахмет. Сіз енді тарихшы және зерттеуші ретінде Қазақстандағы әйелдердің рөлін қалай көресіз? Өте қызықты тақырып. Әйелдер қоғамның мәдени және тарихи жадысын сақтауда қандай ерекше үлес қосады? Қазіргі уақытта бұрынғы адамдардың, қазақ қыздардың атын шығып жатыр, зерттеліп жатыр. Осы туралы айтып кетсек. Меніңше әйел адамдардың рөлі сөзсіз, біздің рөліміз өте жоғары, біз оны айтып дәлелдеуге міндетті емеспіз деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай біз өзімізді өзіміз дәлелдеуге мәжбүр болып жатамыз кейде. Мен осылай жасадым, былай жасадым деген секілді, тарихтан іздеп тауып, міне осы кісі осыны ашқан деген секілді. Иә, ол өте дұрыс емес. Меніңше қоғам арасында да біздің өмірімізде белгілі бір үлкен бір қақтығыс алып келеді, көзқарас бойынша гармониялы бақытты өмір сүруімізге де бір әсерін беретін секілді. Біреуіміз өзімізді көрсету үшін, өзіміз дегенімізге жету үшін міндетті түрде өзімізді дәлелдеп отыруымыз. Меніңше кез келген адам өзінің жасаған еңбегіне, ол әйел адам бола ма, еркек адам бола ма, сәйкесінше бағалану керек. Бірақ қоғам ол өте өзінше бір қиын ғой. Солысымен де қызық шығар, бірақ дегенмен қиын, иә. Бір сөзсіз жазылған, сөзсіз түсінетін заңдары бар, немесе бұрыннан жазып кеткен, қазір абсурд болып көрінетін заңдары бар, мысалы, иә. Немесе ережелері бар деген секілді. Менің ойымша әйел адамдар бұрын да, қазір де өте үлкен рөл ойнап жатырмыз. Біз өзіміздің жасаған еңбегімізге сәйкесінше адам, тұлға ретінде баға алуымыз керек деп ойлаймын. Оны біз дәлелдеп, айқайлап көрсетуіміздің ондай мүмкіндік бермеу керек негізі. Тарих бойынша келетін болсақ, әдетте бізде отбасы тарихым болсын, отбасында болып жатқан оқиғаларды, шежірені де көп жағдайда, иә, ер адамдар да айтып жатады, бірақ дегенмен memory holders, яғни отбасының әңгімесін, бүкіл бір жадын беретін әдетте әйел адамдар. Расымен де ол тек біздің қазақтарда емес, басқа халықтарда да солай. Memory holders әдетте ол әйел адамдар. Себебі баламен көбірек уақыт өткізетін ол әйел адам, және де әйелдің өзінің де бір ерекше несі бар ғой, кез келген нәрседен әдемі мән тауып, соны бір үлгі өнеге қылып көрсетіп жатады. Тек қана әйел емес, ер адамдар да дәл солай жасап жатады. Мен былай бөліп жарғаным емес. Дегенмен тарихта әйелдер өздерін дәлелдеп қойған, меніңше. Memory holder екені, рөлі зор екені. Бірақ өкінішке орай, мысалы, менде бір-екі сұхбат болған. Неге біз тек шежіредеп әке жағымыздан ғана аталарымыз жаттаймыз? Неге мен әкемнің шешесін, яғни апамды жаттамаймын? Ол кісіні неге қоспаймын? Дәл сол секілді, неге мен мамамның әкесін және оның шешесін зерттемеймін, қарамаймын деген секілді. Себебі ұрпақаралық жарақат, трансгенерациялық травма жағына қарайтын болсақ, адамды зерттеу үшін біз генограммасын құрастыруымыз керек. Ол генограмма әдетте 2 тармақтан тұрады. Ол тармақ тағы 2-ге бөлінеді, солай кете береді. Меніңше ең дұрыс әдіс осы деп ойлаймын. Бұнымен мен шежірені қоюымыз керек, жаман ол керек емес деген сөзім емес. Дегенмен тұлға, кез келген адам тұлға емес. Адам өмірге келу үшін ер адам және әйел адам керек қой, мысалы. Сол аксиома, факт нәрселерді кейде қиындатып жоқ қылып жіберудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Тағы бір нәрсе айтайын деп тұрмын, ұмытып қалдым. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Осы енді подкастымыз ой таста деп аталады. Сіз біздің бүгінгі тыңдармандарымызға осы бүгінгі подкасттың қорытынды ойы, оларға қандай негізгі сөзі, түйіні ретінде қандай ой тастар едіңіз? Меніңше іздену керек, тоқтамау керек деп ойлаймын.
осы сала бойынша мысалы зерттеу керек. Иә, өзімізді зерттеуіміз керек. Мысалы ұрпақаралық жарақат тақырыбын тек қана өзіңнің өміріңде кедергі жасап жүрген нәрсені тауып алу үшін емес. Мысалы мен мысалы TEDx Астанада өз сөзімде әкемнің әкесі, яғни менің атамның соғысқа қатысқаны және ол бір әулетке қалай әсер еткені, мінез құлыққа, әулеттің атмосферасына қалай әсер ететінін өзім кішігірім зерттеп сол бойынша айтқан болатынмын. Дәл сол секілді кез келген адам өзінің әулетін зерттей алады, бірақ ол неге біз осындаймыз деген сұраққа жауап іздеу үшін емес, мысалы профориентация бағытында да қолдануға болады деп ойлаймын. Осы генограмма құру арқылы, мысалы сіз өзіңіз оның әке шешеңізді, одан кейінгі ата әжеңізді зерттеген кезде олар кім болды, немен айналысты, қандай қызметтерді жасады, хобби не болды, сол өздері мысалы жұмыс жасап жүрсе, сол армандаған жұмысы ма еді, жоқ әлде басқа жұмысты армандайды ма, сол сұраққа да іздеп, егер мүмкін болса бұндай ақпаратта бұл. Соның бәрін зерттеп отырып бір карта құрастырып қойсаңыз, мысалы генограмма арқылы, өзіңіз мысалы мен кім бола аламын, маған қандай мамандықтар менің бойымда бар болуы мүмкін деген сұраққа да жауап таба аласыз деп ойлаймын. Сол іздену керек, неге, қалай болды деген сұрақты тек қана Қазақстан тарихына ғана емес, өзіңнің отбасыңа да соған да қойса болады. Әке шешеңді, олардың шыққан тегін балалық шағын зерттеуге, білуге тырысу керек. Себебі кей кезде біз сырттан іздеп жүреміз көп нәрсеге жауапты. Мен кіммін деген сұраққа жауапты сырттан іздеп жүреміз, одан гөрі бәлкім отбасымыздан, өз тарихымыздан зерттесек, меніңше ең ұтымды әрі сізге сәйкес нақты жауап сол жақтан шығатын секілді. Рахмет. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Біздің осы тыңдармандарымыз өздеріне зерделі ойды түйді деген ойдамын. Алып қосар ойларыңыз болса, пікір жазып бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Сізге де көп рахмет.